Pascal тілінде программалауға кіріспес бұрын әуелі стандартты функциялармен таныс болу қажет. Стандартты функциялар дегеніміз ол жаңағы математика тілін компьютер машина тіліне қалай ауыстыру керектігі туралы айтылады. Мысалға, егер есептің ішінде модуль келетін болса, ол модульді белгілеу a, b, s, x арқылы белгіленеді. Синус x-ті математика тілінде жай ғана синус x деп жазатын болса, Pascal тілінде синус x жақшаның ішінде. Косинус та солай, арктангенс те солай. Пи Pascal тілінде пи әріпімен белгіленеді. Экспонент x дегеніміз ол енің x дәрежесі дегеніміз. Ал ln x деп жазылу натуралды логарифмнің жазылуы. Егер есепте квадрат теңдеу берілетін болса, ол x квадратты s сквер x деп аламыз. Мысалға 5x квадрат болатын болса, солай. S сквер x дегеніміз ол түбірасты x дегеніміз. Мысалға түбірасты 5 болатын болса, ол s сквер 5 болады. Рандом деген кездейсоқ сандар. Рандомайз деген сөзден шыққан. Арифметикалық амалдар. Оған қосу, азайту, көбейту, бөлу, бүтін бөлік және қалдық. Диф дегеніміз, мысалға 5 бөлінген 2 дегеніміз ол 5-те 2-ке бөлетін болса, 2 бүтін, 2 қалдық шығады. Сол дегеніміз 1 қалдық шығады. Диф деген бүтін сан, мод деген қалдық сан. Енді осыларға мысал келтіреміз. Математика жазылуы a квадрат плюс синус x деп жазылатын болса, ол жаңа a квадрат дегеніміз айттық, s сквер x плюс синус x. c тең түбірасты a квадрат плюс b квадрат дегеніміз c тең s сквер деген түбірасты, оның ішіне a квадрат плюс b квадрат кіріп кетеді. Жақшаға алынады s сквер a плюс s сквер b. Альфа тең арктангенс a бөлінген b. Ол дегеніміз альфаны альфа деп жаза беруге болады. Меншіктеу операторы тең арктангенс арктан деп жазылады, a бөлінген b. 27,13 деген математика жазылатын болса, ол Pascal тілінде 27,3. Ол деген 27,13 дегенді білдіреді. Модульдегі x дегеніміз жаңағы a, b, s, x. Модульдің ішінде минус сан болмайды. Синус x математикада жақшасыз жазылатын болса, Pascal тілінде синус x жақшамен жазылады. Косинус x математикада жақшасыз жазылатын болса, Pascal тілінде косинус x деп жазылады. Пи дегеніміз математикада 3 көбейтілген 3,14-ке тең болатын болса, Pascalде пи деп жазылады. Косинус 45 градус дегеніміз, косинус жақшаның ішінде 45 көбейтілген пи бөлінген 180-ге тең. Бұл есептерді пайдалану арқылы есептердің математика тілінде берілген есепті машина тілінде, яғни Pascal тілінде жазуға болады. Мұқият қарап шығып, қайталап есептерді, математика тілінде берілген есептерді және div модқа қатысты есептерді шығарып жаттыққан пайдалы.